Bismillah, бүгін харф жарлерді өтеміз. Яғни исімнің мәжрүр орнын өтеміз. Исім екі кезде мәжрүр болады. Біреу мудоф илейхи болса, біреу харф жарлардан кейін келсе. Бүгін харф жарларын өтеміз. Мына харфтер келсе, осы харфтердің біреусі келсе, осы харфтерден кейін келген исім мәжрүр болады. Оп-оңай. Осы харфтерден кейін келу керек. Мин, иля, ан, ала, фи, рубай, ба, каф, лам, вау, та. Осылардың біреусінен кейін келсе. Бір-екеуіне мысал келтірейік. Қалғандарын кітаптан келтіреміз. Мысалы, сафара Махмуд минал Қахирати десе. Сапарға шықты Махмуд Каирдан сапарға шықты десек, мин деген харф жар келді. Міне харф жардан кейін не болады? Исім мәжрүр болады. Міне кәсіралан мәжрүр болып тұр. Немесе сара илал бахри теңізге қарай кетті десек, сары кетті, илал бахри теңізге қарай кетті десек, иля деген харф жар келді. Одан кейін не болды? Мәжрүр болды. Осы сияқты харф жарлардан кейін сөздер келсе не болады? Мәжрүр болады екен, оп-оңай екен.